Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді құлпынай қосылған пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалатын дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пирогты сіздер жасап көріңіз. Кез келген мерекелік дастарханға қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Ванильді қант саламыз. Қант толықтай еріп, ақ түске енгенше миксермен жақсылап шайқаймыз. Келесі кезекте жылы сүтті құямыз. Сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Пирогқа қосатын жұмыртқа мен сүт бөлме температурасындағы жылы болғаны дұрыс. Енді ұнға қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Мен алдын ала ұнды еліктен өткізіп дайындап алдым. Сұйық массамызға ұнды аздазын сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Менің каналымда көптеген пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Осымен пирогтың қамыры дайын. Дайын болған қамырды формаға құямыз. Кез келген форманы пайдалануға болады. Формаға пергамент қағазын төсейміз немесе сармай жағамыз. Бетін тегістейміз. Мендегі форманың диаметрі 22 см. Сонан соң қалауыңызша құлпынайларды қойып шығамыз. Кез келген жеміс-жидекті пайдалануға болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын құлпынай қосылған пирог дайын. Формадан толықтай суытып барып босатамыз. Қаласаңыз пирогтың бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Кез келген мерекелік дастарханға қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Жылдам дайындалатын дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пирогты сіздер жасап көріңіз. Сіздермен болған Ақжол Пан.